Бәріне сәлем. Сендермен бірге мен Бравл KZ арнасы. Бүгінгі видеода біздерде сұрақ-жауап видеосы болады. Ал енді достар, мынау бүгінгі видеоның күшті комментариялары. Бүгінгі видеода мен сендерге сұрақ-жауап, яғни сіздер маған комментарияма өте көп сұрақтар неткенсіздер, яғни өте көп сұрақтар тастағансыздар. Яғни оған өте қатты довольныймын, яғни қуаныштымын. Соған енді сол сұрақтарына жауап беретін боламын. Ал енді бірінші комментариямыз. Енді кеттік. Сен қай мектепте оқисың және қаншадасың? Атың кім дейді. Тут тоже орынды сұрақ қойыпты. Сен қай мектепте оқисың? Мен номер 40 мектепте оқимын. Мен жасым 13-те, атым Әділ болады. Ал енді басқа комментариямызға кеттік. Ал енді Әділ, сен күшті видео түсіресің. Менде сұрақ, сен бетіңді көрсетесің бе? Досым, тоже нормально. Рахмет, видеоны күшті түсіресің деген үшін. Ал енді мен видеоны былай айтқанда, то есть бетімді қашан көрсетемін. Ал енді бетімді Алла бұйырса, Құдай қаласа, карантин бітсе көрсетемін деп ойлаймын. Яғни оның өзінің себептері бар, не үшін карантиннен кейін көрсетемін. Яғни, өздеріңіз көресіздер. Ал енді біз келесі комментариямызға кеттік. Ал енді біздің келесі комментариямыз. Сенің жасың нешеде дейді. Досым, менің жасым 13-те. Енді келесі бізде даусын әдемі екен дейді. Рахмет. Енді келесі бізде Артур Бравлерден кепті. Маған ак бересің бе? Яғни маған аккаунтына бересің бе? Деген ғой. Енді бізде келесі Әлижан Рахимжан дейді. Сен шынында да видеоны күшті түсіреді екенсің. Рахмет досым, рахмет. Қалжың көп, мегаешік ашым. Мен одан кейінгі алдыңғы видеомда мегаешік ашқан болатымын. Оны тездетіп көр досым. Ал енді кімге бұл видеоны? Достар, лайк пен мені қолдаңыздар. Бүгін кешке менде стрим болады, яғни бүгін кешке мен ютубта прямой эфир жүргіземін. Стрим болады, сол стримға обязательно кіріңіздер және лайк қойыңыздар, каналға тіркеліңіздер. Ал енді достар, менде көп сұрақ болған жоқ енді. Ал енді мына бір комментарияны қараңыздар. Тоже жақсы канал мынау. Топчик братишка Тигалға деп маған жазыпты. Яғни бұл да бір ютубтағы адам сияқты, мен сияқты блогер, қазақ блогер. Егер де бұған подписаться етіңіздер. Ал енді кім менің видеомды көрді, енді соларға рахмет. Енді сау саламатты болыңыздар.